Сіздер назарларыңызға стандарттау және сертификаттау пәні бойынша стандарттау әдістері дәрісін ұсынып отырмын. Стандарттау әдістері дегеніміз стандарттаудың мақсатына жету үшін қолданылатын жекелеген тәсіл немесе тәсілдер жиынтығы. Стандарттау нысандарын тәртіпке келтіру әдісі. Тәртіпке келтіру бойынша жұмыстардың нәтижесі, жіктеуіштер, типтік құрылымдар, үрдістер, ережелер және құжаттар кіреді. Тәртіпке келтіру стандарттау нысандарын жүйелеу, типтеу, селекциялау, симплификациялау және оптимизациялау жолымен жүргізіледі. Жүйелеу дегеніміз не? Жүйелеу дегеніміз біртекті және бір-бірімен байланысты стандарттау нысандарының бірізділігін анықтау. Типтеу дегеніміз стандарттау нысандарының типтік құрылымдарын жасауға бағытталған іс-шара. Селекциялау дегеніміз әрі қарай өндіруге жарамды деп танылған нақты стандарттау объектілерін таңдау. Симплификациялау дегеніміз селекцияны қарама-қарсы, яғни әрі қарай өндіруге жарамсыз деп танылған стандарттау объектілерін таңдау. Оптимизациялау дегеніміз стандарттау объектілерінің ең қолайлы экономикалық тұрғыдан тиімділігін анықтау. Параметрлік стандарттау әдісі өнімнің маңызды параметрлеріне, оны қолдану шарттары мен мақсатын анықтайтын сипаттамалар жатады. Өлшемдік параметрлер, киімнің өлшемі, ыдыстың сыйымдылығы және тағы басқа. Салмақтық параметрлер, сорттық жабдық түрлерінің салмақтары, машина және құралдарының өнімділігін анықтайтын, сипаттайтын параметрлер жатады, өндірісіндегі және энергетикалық параметрлер жатады. Параметрлік стандарттауда негізгі рөл бұл киім, аяқ киім, ыдыс мөлшері, салмақ, өнімділік және энергия бұл негізгі көрсеткіштер болып табылады. Өлшемділік қатары, матаның ені, ыдыстың көлемі, киім өлшемдері және әйелдер үшін, ерлер адам үшін, балалар киімдер үшін. Параметрлік қатарларды стандарттау процесі параметрлік стандарттау деп аталады. Қазіргі уақытта шығарылып жатқан техника және киім өндірісінде параметрлік стандартты көп қолданылады. Мысалы, аяқ киім өндірісін алсақ. Стандартталатын басты параметрлердің өзгеру диапазоны параметрлердің ең кіші және ең үлкен мөлшерлерімен шектеледі. Диапазонды жүктеу және параметрлік қатарды тұрғызу деп екі қатар сандар арасындағы интервалдың өзгеру заңдылығын сипаттайды. Ерекше сандар белгілі заңдылыққа бағынатын сандардың қатарын түзейді. Мұндай қатарлар көп жағдайда арифметикалық және геометриялық прогрестер түрінде құрылады. Мысалы, мына кестеден қарайтын болсақ, киімдердің халықаралық өлшемі, яғни әйел киімдерін алатын болса, Ресейде, Германия, Франция, Италия, Америка және Англияда өздерінің типтік параметрлік стандарттар қолданылады. Міне, егер кофта блузкалар Россияда 40 деп алатын болса, Германияда 34, 36, 38, 6. Яғни немесе аяқ киімді алатын болса, біздегі киіп жүрген 36-шы өлшем Түркияның шығарылған аяқ киімінің 36 өлшеміне сәйкес келмейді. Сол сияқты міне әйелдердің аяқ киімі қарайтын болсаңыздар, Америка, Англия, Европада аяқ киім өлшемдері өздерінің параметрлік аяқ киімдерінің өлшеміне жатады. Неге бұлай алынған? Себебі өлшемде климаттық, географиялық факторлар өте көп әсер етеді. Сол сияқты ерлердің жейдесі, ерлердің аяқ киімі және тағы басқа. Параметрлік стандарттау мемлекеттік стандарт 80-32 және мемлекеттік стандарт 66-36 мемлекеттік стандарттар бойынша жүзеге асырылады. Міне параметрлік стандарттарды қарайтын болсақ, яғни әр өлшем бірлікте өздерінің санаулы критериялары бар.
Бұл ренар бойынша параметрлік стандарттауды анықтау өрнегі. Енді жүйеге келтіру әдісі. Жүйеге келтірудің мақсаты өнімнің көп түрлігін жою және негізгі тұтынушының қажеттіліктерін қанағаттандыру болып табылады. Агрегаттау әдісі жеке стандарттарды жүйеге келтіретін бөлшектер мен түйіндерден бұйымдарды, машиналарды, құралдарды және жабдықтарды құру, сонымен қатар пайдалану әдістері жатады. Агрегаттау әдісіне жиһазды жасауды, мысалы 15 түрлі мөлшерде жасалынатын тақталар, оған қоса 3 түрлі мөлшерде жасалатын стандартталған жәшіктер, оған қоса жиһаздың 52 түрі жатады. Жөндеу дегеніміз тиімділік пен жөндеу жарамдылығы кіреді. Машина жасау, радиоэлектроника, прибор жасау, агрегат жұмысын бөлек тексеру мүмкіндігіне ие. Бұл жеке агрегаттау. Агрегаттау әдісінің принциптері: базалық агрегат, яғни негізгі типтерді модификациялау есебінен жабдықтарды көбейтеді. Секциялау, геометриялық және функционалдық өзара ауысымдылықты негізінде әртүрлі бұйымдарды жасауда бөлшектер мен түйіндерді көп қайтара қолданады. Модульді дегеніміз, әдіс дегеніміз радиоэлектроникада және робототехникалық кешендерде үлкен агрегаттар базасында техниканы өндіру жатады. Енді осы стандарттау жүйесінде озық стандарттау жүйесі деген термин көп қолданылады. Ол дегеніміз не? Стандарттау нысандарында тәжірибеде қол жеткен деңгейге қарағанда жоғары талаптар орнату әдісі, яғни болашақта қолайлы болатын талаптарды орнату. Перспективалық стандарттарды жасау, яғни болашақта тиімді болатын стандарттар. Техникалық прогресске кедергі болмау үшін өнімнің перспективалық түрлерін стандарттау қажет. 70-80 жылдары сатылы стандарттар қолданылды. Ол дегеніміз әр сатыда өнім сапасына енгізу мерзімі дифференциалды түрде жоғары талаптардан тұратын бірнеше сатылар болды. Соның ішінде 3 сатыны қарастыратын болсақ: бірінші, дайын өнімге қойылатын талаптар; екінші, жаңадан шығарылған өнімге қойылатын талаптар; үшінші, перспективті өнімнің жоғары әлемдегі деңгейге сәйкестігі бойынша қойылатын талаптар. Озық стандарттау әдісінде жазу құралының стандартында 2 саты орналастырылған. Бірінші саты және екінші саты. Көрсеткіштер: жазудағы сызықтық ұзындығы метр, орнатылған жинау ресурсы цикл және жазуға жұмсалатын күш ньютон. Озық стандарттау әдісінің сипаттамасын атап кетсек, яғни Америка құрама штатында 60 жылдары машина жасауда газдардың токсикологиялық компоненттеріне шек орнатуға көп сатылы стандарттар болды. 1953 жылы түрлі түсті теледидарға орнатылған стандарттар 1957-60 жылдарда түрлі түсті телевизорлар, яғни теледидар жасауға себеп болды. 80 жылдары аралығында аудио-компакт диск өндірісін бастағанға дейін осы бұйымға халықаралық стандарттар бекітілді. Стандарттау нысандарының өзара байланысты талаптар орнатумен қатар, олардың негізгі элементтеріне талаптар орнату. Дайын өнім сапасына талаптар орнатумен қатар, оны жасауға қажетті шикізаттар мен материалдарға сақтау шарттарына және оны пайдалануға қойылатын талаптарды орнату. Кешенді стандарттау дегеніміз не? Оған мысалы сиыр сүтін қарастыратын болса, мемлекеттік стандарттарды қайта қарастыру және басқа стандарттарды қоса дайындау немесе пайдалану. Сүт сапасын бағалаудың экспресс әдістері кіреді. Осы стандарттың ішінде сүт сауғыш құралдарын унификациялау, өндірістің типтік технологиялық процестеріндегі стандарттар шығарылған стандарттармен байланыстыру. Яғни әртүрлі стандарттарды біз қолдану арқылы біз кешенді стандарттарды қолдануымызға болады.
Мемлекеттік стандарттардың кешені. Бұл Қазақстан Республикасының стандарттары 1.0, Қазақстан Республикасының мемлекеттік стандарттар жүйесінің және негізгі ережелері. Қазақстан Республикасының стандарты 2.0 өлшем бірдейлігін қамтамасыз ету мемлекеттік жүйесі негізгі ережелері. Қазақстан Республикасының мемлекеттік сертификаттау жүйесі негізгі ережелері, өнімді жасау, өндіріске қолдану жүйесі және негізгі ережелері, техника, экономикалық, әлеуметтік ақпараттар жүктеу және кодтаудың бірыңғай жүйесін жасау, сонымен бірге оның негізгі ережелері, Қазақстан Республикасының аккредиттеу жүйесі және негізгі ережелері қамтиды.